Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный пирог чизкейк дайындаймын. Сіздермен бірге алтын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырына бізге жұмыртқа, сармай, ұн, қопсытқыш және шекер қажет. Жұмсақ сармайымызды ыдысқа салып алып, үстіне шекер саламыз. Шанышқының көмегімен сармайымызды езіп, шекермен араластырып аламыз. Және үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқыш салып араластырамыз. Және електен өткізіп, осының үстіне қосамыз. Бізде осындай қамыр шықты. Енді қамырымызды елейміз, біріктіреміз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе, қаймақ, жұмыртқа, шекер қажет болады. Сүзбемізге қаймақ, шекер, жұмыртқа бәрін қосып, блендермен біркелкі етіп араластырып дайындап аламыз. Енді қамырымызды формаға саламыз. Екі бөлікке бөліп, астын жайып аламыз. Және екінші бөлігін жанына жабыстырамыз. Бізде біркелкі әдемі болып шығу үшін шанышқының көмегімен айналасын жай ғана итеріп, тегістеп шығамын. Дайын салмамызды формаға салып құямыз. Міне пирогымыз дайын. Енді пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Керемет дәмді бәлішіміз дайын болды. Енді ортасына кесіп көреміз. Өте дәмді. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Баршаңызға ас болсын.